Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзара кері амалдар. Бұл сабақта сен қосу мен азайту амалдары компоненттерінің арасындағы өзара байланыс туралы білетін боласың. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін еске түсіресің. Қосу мен азайту өзара кері амалдар. Қосуды азайтумен тексеруге болады. Мысалы, 6 мен 2-нің қосындысы 8-ге тең. Енді осыны тексеріп көрейік. 8 бен 6-ның айырмасы 2-ге тең болады да, ал 8 бен 2-нің айырмасы 6-ға тең болады екен. Азайтуды да қосумен тексеруге болады. 10 мен 3-тің айырмасы 7-ге тең. Енді осыны қосумен тексерейік. 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең, 3 пен 7-нің қосындысы да 10-ға тең болады. Балалар, біз өткен сабақтарда қосудың ауыстырымдылық қасиетімен танысқанбыз. Яғни, суретке қарайық, 3 алмұртқа 2 алмұрт қоссақ, 5 алмұрт болады. Енді қосылғыштардың орнын ауыстырайық. 2 алмұртқа 3 алмұртты қоссақ та 5 алмұрт болады. Яғни, қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Бұл қосудың ауыстырымдылық қасиеті. Кез келген 2 санның қосындысы арқылы 4 теңдік құрастыруға болады. Мысалы, 7 мен 1-дің қосындысы 8-ге тең болса, 1 мен 7-нің қосындысы да 8-ге тең болады. Енді осы қосуды азайтумен тексереміз. 8 бен 1-дің айырмасы 7-ге тең болса, 8 бен 7-нің айырмасы да 1-ге тең екен. Енді 11 мен 4 сандарын қосындысын көрейік. 11 мен 4 сандардың қосындысы 15-ге тең. Енді орындарын ауыстырамыз. 4 пен 11-дің қосындысы да 15-ге тең болады. Енді осы қосуды азайтумен тексерейік. 15 пен 4-тің айырмасы 11-ге тең де, 15 пен 11-дің айырмасы 4-ге тең болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулығымыздың 12-13 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Жұмыс дәптеріміздің 9-10 бетіндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Жұмыс дәптеріндегі жетістік баспалдақ арқылы өзіңді бағала.